32-ші сұрақ. 300 және 525 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішінің 5-тен 1 бөлігін табыңыз. Мына жақта екі сан берілген, 300 және 525. Алдымен олардың ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Ең үлкен ортақ бөлгіш 300 және 525 сандарының. Осы екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін екі санды да жіктеу керекпіз. 300-ді жіктейміз алдымен. Жіктегенде натурал жай сандарға жіктейміз. Сонда 300-ді 2-ге бөле аламыз. Ең кішкентай жай сандан бастаймын. 2. Жауабына жақта 150 жазылады. 150-ді 2-ге бөлуге болады. Жауабына 75 жазамын. 75-ті енді 2-ге бөле алмаймын. Келесі жай сан, ол бізде 3. 3-ге бөлемін. Жауабында 25. 25 тек қана 25-ке бөлінеді. Және 5-ке. Бізде жай сан ол 5. Сол үшін 5 деп жазамын жаққа. Жауабына 5. 5-ке бөлінеді. Мына жерге 1. Сонда қараңыз. 2, 2, 3, 5, 5. Ол 300 санының жай көбейткіштері. Оларды бір-біріне көбейтсек, 300 саны шығады. Тексерейік. 2 көбейту 2, 4. 4 көбейту 3, 12. 12 көбейту 5, 60. 60 көбейту 5, 300. Дәл солай 525 санында жіктейміз. Мына жерге 5 жазамыз. Ең кішкентайынан да бастасақ болады, немесе мына жақта ыңғайлысы ол 5. Сол үшін осы 5-тен мен бастадым. Жауабына 105 деп жазамын. Мына жақта жай сандар міндетті түрде болу керек. 105 санын да 5-ке бөлуге болады. 105-ті 5-ке бөлгенде шығады 21. Енді көрініп тұр 21 3-ке бөлінетінін. Сонда мына жерге 3 деп жазамын, жай сандар, жай сан болу керек. Осы жерге 7. 7 ол өзімен жай сан, тек қана 7-ге бөлінеді, жауабына 1. Сонда мына 4 сан, олар барлық 525 санының жай көбейткіштері. Оларды бір-біріне көбейтсек, 525 саны шығады. 5 көбейту 5, 25. 25 көбейту 3, бізде 75. 75 көбейту 7, ол 525. Сонда, осы сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табу үшін, екі осы бағанда бірдей көбейткіштерді табу керекпіз. Қандай көбейткіштер екі бағанда да кездеседі? 5 екеуінде де кездеседі. Тағы 1 5 екеуінде кездеседі. Және 1 3 екеуінде кездеседі. Мына жерде 2-лер бар, мына жерде 2 жоқ. Мына жерде 7 бар, мына жерде 7 жоқ. Сонда осы сандар екеуінде ортақ. Ең үлкен ортақ бөлгіш болғандықтан, мына жерде ортақ сандарды таптық. Олар 5, 5 және 3 сандары. Оларды бір-біріне көбейткенде, осы сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. 5 көбейту 5, 25, 25 көбейту 3, 75 саны. Егер тексерсек, 300-ді 75-ке бөлгенде шығады 4, 525-ті 75-ке бөлгенде шығады 7. Сонда дұрыс таптық. Ең үлкен ортақ бөлгіш осы екі санның. Жауабы мына жақта 75. Осы ең үлкен ортақ бөлгіш бізде 75-ке тең. Енді сұрағымыз мына жақта ең үлкен ортақ бөлгіштің 5-тен 1 бөлігін табыңыз дейді. Мына жерде бізде 75 шықты. Және оның 5-тен 1 бөлігін табу керекпіз. Санның 5-тен 1 бөлігін табу үшін, немесе жай бөлігін табу үшін, осы санды сол бөлікке көбейту керекпіз. Сонда 75-ті көбейтеміз 5-тен 1-ге. Және 5-тен 1-ге оны көбейткенде қысқартамыз. Мына жерге 1, мына жерге 15. Сонда жауабы мына жақта тең 15-ке. Осы ең үлкен ортақ бөлгіштің 5-тен 1 бөлігі ол 15 саны. Жауаптардың ішінде қараңыз, D жауабында 75 бар, бірақ ол соңғы жауап емес, өйткені ол тек қана ең үлкен ортақ бөлгіш. Оны біз таңдамаймыз. C жауабы дұрыс, 15, ол осы ең үлкен ортақ бөлгіштің 5-тен 1 бөлігі.